Баршаға сәлем, менің арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздермен осындай песочный самсаны жасайтын боламыз. Жасалуы өте оңай, өте дәмді болып шығатын самсалардың түрі. Ал енді іске кірісейік. Таза ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп салып алатын боламыз. Міндетті түрде електен өткізіп алыңыз. Енді сармайымызды қосамыз. Менде сармай бөлме температурасында болды. Сол үшін мен қолмен екеуін жақсылап араластырып алдым. Сармайымыз бен ұнымызды жақсылап араластырып алдық. Бізде осындай масса пайда болды. Енді осы массамыздың үстінен алдын ала өлшеп алған қаймағымыз салатын боламыз. Тұз саламыз. 1 шай қасық разрыхлитель салып алатын боламыз. Жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырды жақсылап илеп алдым. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ қамыр. Енді бұл тестамызды алып, пакетке не болмаса пищевой пленкаға орап, холодильникте 15-20 минутқа қалдыратын боламыз. Бұл аралықта мен салмасын жасап алатын боламын. Таза ыдысымызға ұсақтап турап алған етімізді саламыз. Оның жанына ұсақтап туралған пиязымызды саламыз. Картопымызды салып алатын боламыз. Дәміне қарай қара бұрыш және тұз салып алатын боламыз. Толық рецепт әдеттегідей астындағы описание бөлімінде. Барлығын қолымызбен жақсылап араластырып алатын боламыз. Осымен біздің салмамызда дайын. Енді қамырымызды алып, бөліктерге бөліп алатын боламыз. Менде 23 бөлік шықты. Барлығын бірдей етіп бөліп алдым. Жаюға ыңғайлы болу үшін барлығын осылай әдемілеп дөңгелектеп алдым. Енді жайып бастаймыз. Қамырларымызды ұнға бір батырып алып, жайып алатын боламыз. Жұп-жұқа етіп жайыңыздар, болмаса арасы піспей қалуы мүмкін. Дөп-дөңгелек етіп жаямыз. Тура ортасынан осылай кесіп, бір ас қасықтан салмасын салатын боламыз. Бір ас қасық салма жеткілікті болады. Видеода көрсетілгендей етіп орап шықсаңыздар болады. Бетіне жұмыртқамызды жағып аламыз. Үстінен күнжітімізді себеміз.
қалған қамырларымызды да дәл осылай жасайтын боламыз. Барлық самсаларымызды осылай түйіп алдым. Енді пешіңіздің ыңғайына қарай 180-200 градуста пісіріп алатын боламыз. Менің самсаларым 180 градуста 40 минутта пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте әп-әдемі, қып-қызыл, қамыры да песочный болып, әдемі болып пісіп шықты. Арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыз. Видео ұнады деген ойдамын. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Ішін осылай әдейі ашып көрсеттім. Барлығы толық піскен. Өте дәмді болып шықты. Ас болсын.